сәлеметсіз бе? Қалай? Жақсы. Мен қазіргі таңда мекеменің істер номенклатурасын таныстырып жатырмын. Осы бойынша бірнеше сұрақтарым бар еді сізге. Иә, сұраңыз. Номер 263-ші тізбемен жасап жатырмын. Неге құжаттардың сақтау мерзімін таба алмай жатырмын? Не істеуге болады екен? Сіз жасап жатқан 263-ші бұйрыққа осы 2020-ның осы жылдың 15 сәуірінде өзгерістер енгізілді. Номер 93-ші бұйрықпенен Мәдениет және спорт министрлігінің бұйрығымен өзгерістер енгізілді. Осы бойынша енді өзгерістерді ескере отырып жасайсыз номенклатураңызды. Ал сақтау мерзімі табылмай жатқан құжаттарыңызға мекеменің сараптау комиссиясы тағайындайды сақтау мерзімдерін. Сараптау комиссия өз отырысында қарастырып отырып, құжаттың құндылығына қарай сақтау мерзімін тағайындайтын болады. Осы хаттаманы ұсынатын боласыздар комиссияға. Жарайды, рахмет. Осы ма сұрағыңыз? Болды ма? Жоқ, тағы екінші сұрағым бар еді. Сізде номенклатурасы қазір менде бір ғана тізбе, орыс тілінде ғана дайын еді. Осы күйінде комиссияға ұсынсақ қалай болады екен? Комиссияның қай күні болатыны әзірге белгісіз. Бір тілде дайын дейсіз ба? Орыс тілінде, онда сіз орыс тіліндегі нұсқасын маған жіберіңіз, мен қарап тексеріп берейін. Ішіндегі қандай да бір нелер болса, ескертулер болса, сізге айтатын боламын. Ал қазақ тіліндегісі міндетті түрде сараптау тексеру комиссиясының отырысына дейін жасалыну керек. Және екі қазақша, екі орыс тіліндегі нұсқасын екі тілде бірге ұсынатын боламыз комиссияның отырысына. Комиссияның қарауына. Жарайды, рахмет. Қазір жіберіңіз номенклатураңызды, қарап шығайын. Жарайды, жіберейін. Жақсы, рахмет, сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыз.